Қайырлы күн 3-ші сынып оқушылары. Бізде қазір дүниетану сабағы. Бүгінгі сабағымызды көршіме сәлем ойынымен бастайық. Ойынның шарты: мұғалім қолын көтергенде алдындағы көршіңмен қол алысып амандас. Мұғалім қолын жайғанда қасыңдағы отыратын парталасыңмен төстесіп амандас. Мұғалім қолын түсіргенде артыңдағы көршіңмен күліп амандас. Осындай көңіл-күймен сабағымызды жалғастырамыз. Оқушылар, есімізге түсірейікші, алдыңғы сабақта қандай тақырыппен таныстық? Қандай жаңа ақпараттар алдық? Спорт денсаулық кепілі деп айтылуының себебі неде? Спорттық ойындардың қандай түрлері бар екен? Ақыл-ой дамыту ойындарына қандай ойындар жатады? Сендерге қазақтың ұлттық ойындарынан қайсысы таныс? Өте жақсы. Сол күні мен үйге 16-шы беттегі А, Б тапсырмаларын орындауға берген болатынмын. Соны тексеру үшін балмұздақ ойынын ойнайық. Ендеше ойынымызды бастайық. Балалар, мен осы сынып ішіне 6 балмұздақ жасырып қойдым. Қане, кім сол балмұздақтарды бірінші табады екен? Көрейікші. Тапқан оқушылар жарайсыңдар. Енді осы оқушылар үйден жазып келген тапсырмаларын оқиды. Ал қалған оқушылар үй тапсырмаларын тақтадан дұрыс жауаппен салыстырып тексереді. Үй тапсырмаларын тексеріп болсақ, сабақ соңында дәптерлеріңді жинап алып бағалайтын боламын. Ендеше балалар, қазір біз қатар бойынша 2 топқа бөлінеміз. Бұл 2 топтарға мен қазір қима қағаздарын беремін. Бұл қима қағаздарды құрастырып болған соң, сол суреттерді сипаттайсыңдар. Онда не бейнеленген? 2 топта 2 түрлі сурет болғандықтан, 2 топ екеуінің ерекшеліктерін талқылайды. Қима қағаздарын құрастырып болсақ, енді жауабын тексерелік. Бізде бірінші суретте қаланың суреті, ал екінші суретте, яғни екінші топта ауылдың суреті. Ал енді балалар, ауыл мен қаланы сипаттап көрейікші. Қала қандай? Ал ауыл қандай? Ауыл мен қала бір-бірімен несімен ерекшеленеді? Жарайсыңдар. Сонымен балалар, сабағымыздың тақырыбы неге байланысты деп ойлайсыңдар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы елді мекендер қандай болады? Қала мен ауыл арасында қандай байланыс бар деп аталады? Ал бөліміміз сәулет өнері. Оқулықтан 36-шы бетті ашамыз. Бұл тақырыптан сендер елді мекендердің түрлерімен танысып, қала мен ауылдың айырмашылығын салыстыруды үйренесіңдер. Сонымен қатар, қала мен ауылдың арасындағы байланыстың қандай екенін, қала мен ауыл тұрғындарының қандай еңбекпен айналысатынын білетін боласыңдар. Балалар, маған мына сұраққа жауап беріңдерші. Елді мекендер дегенді қалай түсінесіңдер? Елді мекендерді жалпы неден көруге болады? Елді мекендерге нелер жатады деп ойлайсыңдар? Дұрыс айтасыңдар. Елді мекендерге қала мен ауылдар жатады. Қала дегеніміз 12 мыңнан астам адам тұратын елді мекен. Қазіргі таңда Қазақстанда 87 қала бар. Бұл қалалар 6 түрге бөлінеді. Олар миллиондық қала, аса ірі қала, ірілеу қала, үлкен қала, орташа қала және шағын қала болып бөлінеді. Бұл қаланың түрлерін бұлай бөліну себебін анықтау үшін жұмыс дәптеріміздің 19-шы бетіндегі кестеге назар аударайық.
Ондағы кестеге қарап, көлемі бойынша қалалар қанша түрге бөлінетінін білдік. Енді осы кестеден өзіміздің тұратын қаланы тауып алайық. Және қаланың қандай түрге жататынын анықтап, астын сызып қояйық. Яғни біздің қаламыз Рудный қаласы. Ол бізде кестеде үлкен қалаға жатып тұр. Яғни оның адам саны 100-200 мың адамнан асады. Жарайсыңдар балалар. Кесте бойынша жеке тапсырмалар орындайық. Мен таратып берген карточкаларға назар аударамыз. Онда сендерде сұрақтар берілген. Сұрақтардың астында жауап жазатын жеріне сұраққа жауап жазасыңдар. Бірінші сұрақ. Қазақстан тұрғындары 100 мың адамнан асатын қанша қала бар? Ойланып жауап береміз. Екінші сұрақ. Біздің елімізде орта және шағын қалалардың саны қанша? Ойланып жауап береміз. Тапсырмаларды орындап болсақ, жауаптарын тексерейік. Қазақстанда тұрғындары 100 мың адамнан асатын қанша қала бар? Жауабы 8 қала бар. Біздің елімізде орта және шағын қалалардың саны қанша? Жауабы 14 қала. Сонымен оқушылар, біз қаланың қандай екенін білдік. Ал ауыл дегеніміз не? Бұл сұрақтың жауабын бейнебаяннан қарайық. Жүрем бүгін, тағы да бүгін жол жүрем. Ел жаққа барам, жүрегім елдеп елжірем. Ауылдың суы, ауылдың нуы аңсатты. Күйбең тірліктің дүрбең шулары шаршатты. Ауылға барам, бәрі де туыс ел жақта. Аңқылдайды олар, қарамайды олар бар жоққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Сүйініп тұрып, анам сүйінген шарбаққа. Ауылым жайлы, бауырым жайлы жыр жазам. Сүйініп тұрып, анам сүйінген шарбаққа. Жол жүрем бүгін, бармасам елге болмайды. Тынысымда шам, тіреймін елге. Бейнебаянды талқылау үшін сендерге мен карточкалар таратып бердім. Ондағы бос нүктелерге тиісті сөздерді қойып, толтырыңдар. Орындап болсақ, жауабын тексерейік. Ауыл бұл 50 мыңнан аз адам тұратын елді мекен. Ауыл тұрғындары мал, егін шаруашылығымен айналысады. Ондағы табиғат таза, жанға шипа. Ауылда сүттен құрт, айран, ірімшік, қаймақ жасайды. Біз тақырып бойынша бар болғаны 2 тапсырма орындадық. Ол тапсырмаларды орындау барысында сендер қала мен ауылдың өзіне тән ерекшеліктерімен таныс болдыңдар. Балалар, қалай ойлайсыңдар? Осы қала мен ауылдың арасында қандай байланыс бар? Олар бір-бірімен қандай қарым-қатынас жасайды? Иә, дұрыс айтасыңдар. Қала мен ауыл арасында өте тығыз байланыс жүреді. Қала ауылсыз өмір сүре алмайды. Ауыл қаласыз өмір сүре алмайды. Бұл екеуінде үздіксіз алмасып отыратын қажеттілік бар.
Қажеттілік дегеніміз адамдардың өмір сүруі үшін қажет заттардың барлығы болып табылады. Оған мысал келтіретін болсақ, қала ауылдан ағаштар алады делік. Сол ағаштар арқасында қала оқуға қажетті құралдар өндіреді, ал ауыл қаладан өндірілген заттарды алады. Яғни күнделікті қажеттіліктерді пайдалану үшін оларды өсіру, өндіру, даярлау керек. Мұнымен өндірістің экономика бөлімі айналысады. Экономика – бұл адамдардың шаруашылық қызметі. Экономика салаларына мыналар жатады: өндіріс, ауыл шаруашылығы, құрылыс, сауда және көлік. Балалар, енді маған мына сұраққа жауап беріңдерші. Ауылдың қаласыз, қаланың ауылсыз өмірі жоқ деген сөзбен келісуге бола ма? Бұл сөздің дұрыстығын мысалдар келтіріп, дәлелдеп көрелік. Жауаптарды мына пікірлер бойынша құрастырыңдар. Яғни өз ойларыңды мен былай ойлаймын. Не үшін олай ойлайтындарыңды себеппен өйткені деп тұрып жауап беріңдер. Және мысалдар келтіріңдер. Одан кейін барып, өзіміздің мысалымызға дәлел келтірейік. Жарайсыңдар оқушылар. Тапсырмаларды жеңіл әрі жақсы орындап шықты деген үміттемін. Енді жұмыс дәптерімізді ашайық. Жұмыс дәптерімізден 4-ші тапсырмаға назар аударайық. Тас жолмен жүк тиелген көліктер қозғалып келеді. Олар әр алуан өнімдер тасуда. Олар қай жақтан және қайда бет алғанын бағыттауыш сызықпен көрсетейік. Сызықтармен көрсетіп болсақ, олардың арасындағы байланысты түсіндіріп көрелік. Өте тамаша. Бүгін балалар барлықтарың жарадыңдар. Барлықтарың да сабаққа белсенді қатыстыңдар. Енді бойымызды бір сергітіп алайық. Сонымен балалар, сабағымыздың соңы да жақындады. Бүгінгі сабағымызды ББ кестесімен қорытындылайық. Бірінші кестеге осы тақырыпқа дейін не білдік, соны жазамыз. Екінші кестеге осы тақырыптан нені үйрендік, нені білдік, соны жазамыз. Ал үшінші кестеге нені білгілерің келеді, соны жазамыз. Кері байланыс. Бізде чемодан, ет тартқыш және қоқыс жәшігі тұр. Сендер чемоданға алған керекті ақпараттарды чемоданға саласыңдар. Ал ақпараттың ішінде әлі ізденіп толықтыру керек ақпараттарды ет тартқышқа саласыңдар. Ал қажет емес артық дүниені қоқыс жәшігіне саламыз. Үйге тапсырма. Жұмыс дәптері 20-шы бет. Б.С. тапсырмаларын орындап келеміз. Осымен біздің сабағымыз аяқталды балалар. Сау болыңдар.